Так, жарайды. Менің қазір 20 стак дедім, вау, өте көп екен ғой. 20 стак деген вообще көп емес па? Ё-моё. Жарайды ал. Вау, но қандай? Так, жарайды. Осы 20 стак тұратын үй осы ма екен? Так, маған досым айтып еді, негізінде осындай 20 стак тұратын үй бар деп. Шынымен де өте керемет екен. Так, қазір біз оның ішіне кіретін боламыз. Так, не дейді сатушы? 20 стак алмас тұратын үй. Алғың келсе, Эндер сундыққа таста дейді. Как раз мен 20 стак қылбақ келдім міне. Так, жарайды. Енді ақшамды аяп тұрмын сонда да, бірақ мына үйге қызық тұрмын. Уже фонтаннан көріп тұрмын ғой, қандай күшті екен. Енді Эндер сундық дегенде дейтін әріп тұру керек, бірақ сонда да қате жазған екен, бірақ жарайды. Так, мен бұны жарайды. Ақшамның барлығын қияйын осыған, сосын біз көре жатырмыз ішіне барып. Қандай в общем, неге бұны 20 стакқа сатып жатыр екен? Менің бұл деген өзім қатты бай болсам да 20 стак деген мен үшін көп. Дейтін, қандай екен? Түсінбедім мен бұның қандай екен. Жарайды. Ал көретін боламыз. Енді Эндер сундықпен алды деген ойдамын ол, Ал біз ішін тексере берсек бола ма, әлде болмай ма? Білмей тұрмын. Менің ойымша болатын сияқты, өйткені мен ақшасын төледім, енді мына үй менікі. Мына табличканы сындырып тастасам да болады, уже дұрыс па? Дұрыс. Так. Уже қараңдар, фонтаны вообще топовый. Так, жарайды, ана жерде фонтан екен. Мына жерлері әдемі. Мына жер мен үйімнен енді кереметтеу екен шамалы. Аяқта да фонтан. Вау. Гүлдердің вообще күшті. Так, кеттік. Жақында ғана өзіме алмазды броня сатып алып едім 1 стакқа. Енді бұл 20 стак деген несі? Менің машинама арналған жер. Даже КамАЗға арналған жер ғой. Саған күшті екен. Так, жарайды. Енді бастамасым ағам ұнап тұр. Енді бұл үйға маған мына жерде отыратын жерлер күшті екен. Вообще топовый үй, маған ұнады. Енді 20 стак бергенме, вообще осы неден кейін естімеймін. Вообще топовый сияқты. Так, енді бұл жермен тоқталмайын, біз басқа комнаталарға барайық. Менің қандай комнатам болады? Ал бұл менің далаға жай қарайтын, қонақтарды күтіп алатын жерім болады екен. Жарайды. Ал бізде мына жерде люстрасын қараңдар. Қымбат люстрадан жасалған деймін. Қараңдар. Мына люстра негізі Швейцариядан келген ба, сондай походу, білмеймін. Ал біздің үйде Англиядан келген жер ғана тұр. Так, мына жерге енді өсіп кіруге болады екен, жақсы. И мына жерде бізде түсінікті қандай жер екені. Өте ыңғайлы екен. Давай. Ал мына жерде не істейді бізге? Мына жерде қол жуасың, және де мына жерде сабынмен жуасың. Короче, түсінікті. Душқа ұқсайды екен. Айнымай душқа. Так, қазір біз түсіп аламыз душқа. Мен киім шешпеппін ғой, жарайды. Ванна қалайсың? Мына жерде енді бізде мынандай нелер тұр екен, жаңа дизайнмен жасалған демекші. Маған мен досым сөйтіп айтқан, үйі жаңа дизайнмен жасалған деген. Міне мынандай пештер маған как раз керек болып жүреді. Енді 20 стак неге алғаныма өкінбеймін вообще. Так, мне холодильник, ішіне бір нәрсе алып жеуге болады, нормально. И мына жерде бізде тағы да осындай жерлер бар. Қонақтар келетін жер. Столдың үстімен бөу керек екен ғой, жарайды. Қонақтар келетін жер әдемі, қараңдар, орналасқан. Вообще топовый үй ғой. Так, жарайды. Енді бұны сатып алғаныма вообще өкінбеймін. Так, мына жерге енді көтерілсек болады. Қараңдар, лестницасы басқаша лестница екен, тез көтерілесің. Екінші этажы вообще. Так, мынау миллион тұратын емес па? Миллион тұратын картина ғой. Бірақ бұл енді алмаздармен санағанда бір 3-4 стак алмаз тұрады, осыған кеткен шығар көбісі. Бәсе неге десем жарайды. Так, жарайды, оған енді нормально. Так, міне кітаптар оқитын жер. Мен бұл жер қызықтырмайды, өйткені мен кітап оқымаймын. Так, өйткені мен бизнесмен. Компьютер ойнауға болады екен. Давай, CSGO, Minecraft, кет. Вообще керемет. Мына жерде бізде жататын жер ма? Сондай жер. Светильник, түнде қайта қорықпай жатасың. Керемет, өздері жақсы жасапты бұлай.
мына жерде бізде полкымен орналасқан. Ертең болған заттарымды салып қойсам болады, вообще әдемі. Мына жерде тағы бір компьютер, ё-моё, вообще топовый. О, душик. Жоқ, ванна. Жарайды. Ал мына жерде бізде түсінікті. Мына жерде акула асырап отқан жоқ па аналар? Әйтпесе кейбір үйлерді білем мен акула асырайтын. Міне қараңдар. Мына жерде вообще жап-жасыл мына природа қаралған. Балкон, мә, крыша анау. Да? Крыша емес па? Әдемі, вообще әдемі. Топовый. Енді мен қалай кірем, үйме? Так. Осылай түсе салайын, жарайды, шамалы аяғымды ауыртып алдым, бірақ ол ештеме етпестен ойдамын. Мінекей, 2 стак тұратын мынауда, значит, картиналарға тең жартысы кеткен сияқты болып тұр ғой. Мына жерде колонкалар тік. Так, өте керемет. Мына жерде отырасың да, көріп отырасың, колонкада выжж деп. Мағам үй ұнады. Бұлай сіздерге ұнады ма? Комментарияға жазыңыздар. Мағам үй ұнады. Мына жерде енді скоро машинамды алып келем. Трактор алып келмесем мына жерге. Давайте кеттік. Ал үйімізді біз бақылаймыз. Бағана енді біз қай жерден тоқталып едік? Мына жерден біз өттік, мына жерден өттік. Мына жерден өттік да. Бұл жердің бәріне өттік. Бізде екінші этажға барып едік қой негізінде, екінші этаж қақта, мен жоғалтып алдым. Үйдің үлкендігі соншалықты, тіпті мен бұның қай жерден естігенін ұмытып қалыппын. Так, мына жерде бізде білмеймін, бір нәрсе тұр. Міне екінші этаж бізде мына жақта тез көтерілесін, көрдіңдер ма достар? Вообще топовый жасаған екен. Енді міне природный су. Бұлақты әкеп мына жаққа тіркеп не істеп қойған екен ғой. Ё-моё, базар енді бұл жұмысшылардың әсерімен істелсе, бұл деген талпа ақша жұмсалады, яғни бір стактан артық ақша, яғни бір стак алмас. Міне тағы да 2 картинка, арзан картинкалар, маған ұнатпайды. Жарайды, енді мына жерде бізде гүл және де тағы басқа нәрселер. Үй маған ұнады маған үй, компьютер, кровать, мыналардың барлығы да бар. Мына жерде суға түсуге болады, даже деп суға түсуге болады. Жаңа версиямен жүзгенде вообще кайф болады. Нормально, маған үй ұнады. Енді мен оның иесіне айтуым керек. Мен сатып алдым үйді, мынау қарадым, енді үйді сатып алуға шештім мен. Вообще кайфовый үй екен, бұлай өте керемет. Так, енді сыртқа шығайық. Сыртта мына жақта тағы бір үй бар ма не? Мына жақта тағы үй бар екен. Бұны қараппыз ғой, жарайды. Так, енді сыртқа шығайық, достар, сыртқа шығайық. Үйдің бассейн. Үйдің қасында бассейнді армандаған едім. Енді моя мечта сбылась демекші, өте керемет, достар. Так, жүзіп алайық шамалы. Кайф уже. Опа, нормально. Жақсы. Маған үй ұнады. Енді өзімнің иттерімді, сосын үйге достарымды шақыруға, вообще иттерімді деп достарымды шақыруға нормально үй. Так, енді мына жерде бізде жол аяқталады екен, бірақ енді мен бұл жолға ремонтқа да ақша жинайтын болдым. Жарайды, бәрі маған енді. Бұл үй маған ұнады, сондықтан аламыз. Так, мына жерде не болып тұр, табличкамен бір нәрсе жазылып тұр ғой. Тристан Боген дейді. Тристан Боген. Өздерінің үйінің атының иесінің аты шығар, может, білмеймін. Әйтеуір сондай болу керек. Міне жерде, мына байқамаппын ғой мен. Типа зомбилар кіре алмайтын қылып қойған. Вообще керемет, достар. Керемет. Мына үйді мен алам. Стопудово алам. Енді өздеріне звондауым керек, яғни хабарласуым керек.